Сәкен Сейфуллиннің бауырында өскен қызы Рымжанның естелігінен. Сәкеннің өскіндігінен бала болмады. Жалпы Сәкен 3 әйел алған. Өскіндігінен, яғни 3-ші әйелі Гүлбарамнан 1928 жылы туған қызы Лаура 3 жасында, 1936 жылы туған ұлы Аян 1,5 жасында қайтыс болып кеткен. Мені Лаура қайтыс болғаннан кейін Сәкен ағамның қолына берген. Тағы бір себебі, ата-анамызда менен өзге үлкен ағам Орынбек Есенкелді атты інім, яғни 2 ұлы болғандықтан мені Сәкеннің бауырына салған. Бауырына салған күннен бастап Сәкенді туған аға деп атадым. Ал әкемді туған ағамның айтуымен Мәні деп атап кеттім. Сәкен аға өзінен кейінгі інілерінің бәріне еркелетіп есім беріп, сол есіммен атаушы еді. Ата-апамыз әкем Мәнәнің қолында тұратын. Сәкен ағам маған қатты көңіл аударды. Қайда барса да мүмкіндігінше мені қасынан тастамайтын. Тіпті ас ауқатымды алдыма тосатын. Ет жегенді жақсы көрсем керек. Кейде менің ет жегенімді көріп таңданып, ойбай-ау, мына бала құзып тастамай ма? Қандай көп ет жейді. Елімізде Балсары деген апамыз бар еді. Соған ұқсап кетеме деп қорқам деп әзілдейтіні есімде. Етті көп жеген күннің ертеңіне құсқан жоқсың ба деп сұрайтын. Мен жоқ, құсқан жоқпын деймін. Ал күн сайын түнде ұйықтайтын кезде Сәкеннің қойнына кіріп кететінмін. Бар, Гүлбарамның қойнына жатсайшы десе, жоқ, сенің қасыңа жатам деп кетпей ұйықтап қалатыным әліге дейін көз алдымда. Біздің үйге сол кезде бүгінгі алыптардың қатарында есімдері аталатын жазушылардың бәрі келетін. Сәбит те, Ғабит те, Мұхаң да. Олар мені Сәкеннің қызы деп атайтын. Құдайға рахмет, сол жазушылардың бәрі де о дүниеге кеткенше мені сыйлап, тек Сәкеннің қызы деп атап өтті. Туған ағам сапарға барғанда сыйлықтар әкелуді ұмытпайтын. Неше түрлі әдемі көйлектер, испандық үлгідегі киімді пилоткасымен әкелген. 1936 жылы Мәскеуде Кеңестік жазушылар одағының съезі болды. Сол сапарында ұлы Аянға кішкентай ғана сүйкімді әппақ кереует, маған көйлек әкелді. Аянға алып келген кереуетті қызғанған болуым керек. Отырған бүкіл жазушылардың көзінше мені жақсы көрем дейсіз. Қанша барғанда бір кереует әкелген жоқсыз, ал Аянға алып келдіңіз деппін ғой. Сөйтіппін де алып келген көйлекті туған ағамның алдына тастай салыппын. Астапыралла, бір адам маған мынадай деп айтпап еді. Осыдан барсам, енді ешкімге ештеңе алып келмей, тек осы қызыма алып келем деп, күлімсірей жерден көтеріп алып, бауырына басқаны да есімде. Өкініштісі, одан кейін ағама Мәскеуге бару бұйырмады. Туған ағамды көзі көрген адамдар оның сұлулығын сөзбен жеткізе алмаймыз деседі. Шынында да солай болатын. Мен ол кезде баламын. Сол бала кезімнің өзінде көргенімде Сәкендей соншалықты сымбатты, келісті, көркем ер азаматты әліге дейін көрген жоқпын. Әйелдер көркемдігіне қатты ғашық болатын дегенді үлкендердің аузынан жиі естідім. Тіпті көшеде Сәкен достарымен кетіп бара жатқанда ағамның көзіне түсу үшін кей қыз-келіншектер әдейілеп алдынан шығады екен. Сәкен сессе де үндемей өте шығып, бірақ өтіп кеткен соң мына бикеш кім деп достарынан сұрайтын көрінеді. Жалпы Сейфуллиндер отбасындағы ұл қыздар сұлулықтан кенде болмаған. Әсіресе Сәкеннің реңі өзгеше болған. Үйдің тұңғышы Сәкеннен соң Мәлік, Әбен, Мәжит атты інілері болады. 4 ұлдан соң Рахима, Халима, Сәлима атты 3 қыз болыпты. Бұл қыздардың сұлулықтарына көрген адам көз тоқтатып қарамай өте алмаса керек. Сәкен де қарындастарының әдемілігін өзіне мақтан тұтыпты. Өкініштісі, үлкендердің айтуы бойынша үшеуі де 13-14 жасқа жеткен бойда көз тиіп қайтыс болып кете барады. Мен бұл 3 қызды көре алмадым. 3 қыздан соң Әбен ағамыз дүние салған. Содан Сейфолла атамның 3 ұлы ғана қалады. 3 ұлы да ер жетіп, отбасын құрып, солардың тілеуін тілеп отырғанда апамыз Жамал дүниеден өтті.
Сәкен ағаммен бірге тұрған үйдің орны осы Алматы қаласындағы бүгінгі Қарасай Батыр мен Қонаев көшелерінің бұрышында. Сол үйдің орны әлі жадымда. Талайдың тағдырына қаралы, жазылмас жаралы таңба түсірген 1937 жылды кім ұмытсын. Дәл осы жылдың 24 қыркүйек күні Сәкен ағамды осы үйден алып кетті. Сол алып кетерден азғана уақыт бұрын Сәкен ағам, мен және әкем Мәні үшеуміз Талғар жаққа демалысқа кеткенбіз. Сәкен Талғардың алмалы бау-бақшасын қатты ұнататын. Алматының нағыз апорт алмасы сол өңірде өсірілетін.